Ал құрметті ханымдар, мырзалар, кеш жарық. Менің есімім Шолпан болады, Аққайы Шолпан. Осы Coral Club'та открытие дабл серебряный мастер. Осы Coral Club'қа келгелі бір емес, екінші апта бонусымды мініп жатырмын. Менің егізім бар, сыңарым Аққаю Айман деген, ол бір емес, уже үшінші апта бонусын мініп жатыр. Оның командасында Зағипа ханым тоже онымен бірге алғашқы апта бонусын мініп жатыр. Алла қаласа Ақтауда үлкен автообучение өтеді, одан ары қарай Атырауда, одан кейін мен жасаймын, Алла қаласа. Осындай бақыт сіздерге де бұйырсын. Бізде қыздар, бұл компанияның ең ерекшелігі маркетинг план жағынан өте оңай, ең оңай маркетинг план. Өйткені әлемде не көп, сетевой компания көп, соның ішінде біздің Қазақстан өте қарқынды дамып жатыр. Біздің хорошо, что біздің Қазақстанда осы сетевой компаниясы жақсы дамыған, көптеген адамдар жетістікке жетіп жатыр, қаншама адамдар недвижимость үй алып жатыр, қаншама адамдар шетел көріп жатыр. Сол себепті осы сетевой әлемін ойлап тапқан адамға мен кәдімгі алғысым шексізді, өйткені көп адамдардың өмірі өзгеріп жатыр. Соның ішінде бізде маркетинг компания, сетевой компаниялар өте көп та. Соның ішінде именно біздікі осы Coral Club компаниясы, бұл канадалық компания, элитный канадский. Неге элитный дейді? Өйткені бренд, бұл компания мысалы бұрынғы бір компаниямда жұмыс жасап жүрдім да, осы сетевой әлемі. И барды да басқа бір компания қосылып кетті біздің компанияға. Сол кезде бізде бәріміз абдырап қалдық та, түсінбей қалдық, қалай сонда деп не. Ал енді қараңыздар, біздің компанияның ерекшелігі, осы Coral Club компаниясын ешкім сатып ала алмайды, и бұл компания ешкім сатып жібере алмайды. Бұл компания ешкім тиісе алмайды, көрдіңдер ма? Соның ерекше, және 11 мемлекетте кәдімгі зауыты бар, 118 мемлекетке доставка жасайтын біздің мықты компаниямызда. Олай болса кеттік, компания туралы талқылайық мына жерде. Сіздерге презентация көрініп тұр ма, қыздар? Хорошо, болды. Я көрініп тұр. Все, окей. Компанияның ерекшелігі, қыздар, біздерде 200-ден аса өнім түрлері бар. Оның ішінде ең танымалдар биоргон, коллаген, детокс, антипаразитарная программа, Визи Прайм, Coral Mine суы, тағы да басқа бірнеше өнімдер бар да. Және қазір ойып тұрып орнын алып жатыр, байқаған боларсыздар. Біздің мына Coral Club'тың өнімдері TikTok'та да, Instagram'да да өте жақсы трендте. Өйткені адамдар жақсы нәтиже көргеннен кейін шығарады, жақсы нәтиже көргеннен кейін өзінің отзывымен, өзінің результатымен бөліседі. Ал ешқандай нәтиже көрмесе, ешкім результатын бөліспейді. Бізде мысалы кейбір компанияларда байқадым да, оларда 7 өнім или бір арнайы 11 өнім содан аспайды екен да. Бізде ең кереметі 200-ден аса өнім бар, және жылдан жылға неше түрлі әдемі өнімдер қосылып жатыр. Например, бізде 1000 пипитті дозалық коллаген бар да. Енді соның тағы да дозировкасы көбірек түрі, бізде коллаген пайда болды, скоро жарыққа шығады. Және ең кереметі бізде осы Coral Club'та коллагеннен жасалған бізде маска пайда болып жатыр. Себебі алдыңғы форумда барған кезде сол өніммен танысқан болатынбыз. Сол кезде мен таң қалып қайтқан болатын. Яғни бізде денсаулыққа емес, денсаулықпен ғана емес, сыртқы келбетіміз, сыртқы сұлулықпен де жақсы айналысып жатыр да біздің компания. Сондай керемет өнімдер шығарып жатыр, және де көптеген антипаразитарный программалар ең қазір, мысалы, көп балалар именно паразиттерден неше түрлі аурулар туындайды. Олар фастфуд жейді, тағы басқа жейді, сосын жаңағы жумай жейді да, фруктылардың сыртын. Сол себепті именно қазір көп аналар антипаразитарный программаға көңіл бөліп жатыр. Маған ең ұнайтыны осы, яғни біздің антипаразитарный программаға бола келіп, қазір жаңағы не только даже өздері 90 күндік концепция здоровьядан өтіп жатыр. 90 күндік концепция здоровья тек қана біздің компанияда бар, қыздар. Басқа ешқандай компанияда жоқ. Организмді тазалайтын аналогы жоқ өнімдер. Екінші, тіркелу тегін. Бізде жалпы қайбір компанияға болсын, оларда бір определенный бір нелері бар да, жаңағыда бір пакет сатып алу керек, или тіркелу үшін бір 18 мың теңге төлеу керек, или бір 200 мың, 230 мың теңге төлеу керек сияқты да.
Бізде бір жақсы тіркелген үшін сізден ешқандай ақша алмайды. Тіркелу тегін. Наоборот, сіз тіркеле отырып, міне барлық өнімдерге 20% скидка алады екенсіз. Көрдіңіз бе? Мына астында жазылып тұр да. Яғни барлық өнімге сіз 20% жеңілдік аласыз тіркеле отырып, иә. Тіркелген кезде өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады, және ол жерде сіз командаңызда қанша адам тіркелді, оны көре аласыз, жаңа продукциялармен анықтап таныса аласыз. Орысшасы керек па, ағылшыншасы керек па, қазақша каталогтер де бар, қазақ тілінде жасалған сайт та бар бізде, иә. Сол үшін тіркелген өте жақсы, және тіркелу тегін болады, иә. Және біздің компания әлемде нарықта 25 жылдан бері бұйырса ала қаласа біздер Москвада, осы жылы Москвада, егер әлде де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Москвада үлкен форум болады. Сол форумда біздің осы Короклабтың 25 жылдығын тойлайды. Яғни компанияға 25 жыл болып жатыр деген сөз. Компанияның құрылғаны 25 жыл болып жатыр. Үлгерсеңіздер бізге Москваға келдіңіздер, ол жерде жаңағы директорден бастап екен, или серебряный директорден бастап екен, ұмытып отырмын, иә. Біліп айтып берерім, чаттарға жіберерім, иә. Сол форумға қатыса алады Москвада. Ол жерде 7000 адам келетін болады. Үлкен арена залында болады форумдар. Жалпы айтайын деген қыздар, форумнан қалып жүрмеңіздер, иә. Форумда сіздердің мышлениелеріңізді өзгертеді, жаңағы көзқарастарыңыз өзгеретін болады, иә. Және біздің осы Короклаб Қазақстанда 18 жылдан бері бар. Қазақстанда 18 жылдан бері бар. Ең кереметі, барлық қаламызда офисіміз бар. Және ол офиске барып, сіз офлайн жұмыс жасай аласыз. Көрдіңіз бе? Яғни, әр офис сіз үшін есігі ашық. Түсінікті ғой, да? Қыздар, мен қатып қалып жатқан жоқпын ба? Нормально ма? Нормально. Болды. Шубан ханым. Так, енді екінші бізде ең кереметі 4 виткаминді пассивті доход алып отыруға болады. Пассивті доход дегеніміз не? Яғни сіздің командаңыз жұмыс жасай береді, сіз 4 виткаминде жоғарыда толассыз табыс алып отыра бересіз. Яғни сізге бір арнайы жаңағы не жоқ та, дауысың қосып қалыпты да. Яғни, мысалы, бұрынғы мен компаниямда, мысалы, мен өзім туралы айтып кетейін. Бірінші, мен сетевойда жүргеніме 5 жылдың көлемі болды. 5 жылдың 2-3 жылын мен басқа компанияда жасаған болатынмын. Осы Короклабқа келгеніме 2 жыл болып жатыр да, 2 жыл болды. Яғни, бұрынғы компаниямызда біздер бірнеше ветка ашып тастайтынбыз да, 7, 8, 10 кете беретін. Бұл жерде 4 веткамен миллион доходқа шығуға болады, яғни пассивті доход. Және де ең кереметі, қыздар, айта кетейін, Короклабтың ең кереметі, так, мына жерде чаттарда жазып отыр екенсіздер, да? Иә, болды. Дауыс естілмейді дейді. Ләззат ханым, төменде ана наушник суреті бар, соны басып қараңыз, иә. Қыздар, ең кереметі, бұл жерде потолок жоқ. Мысалы, көп компанияларда барды, егер сетевик болсаңыздар білесіздер, басқа бір компанияларда определенный бір званиясына жеткеннен кейін сені типа оклад сияқты бонусқа отырғызып тастайды. Яғни айына сіз деген болды 2 миллион алып отырасыз, одан басқа ары қарай потолок, ары қарай сіз шыға алмайсыз. Болды, өйткені барлық бонустарды алып алып, привилегия жаңағы бонустарын алып алып болдыңызда, болды, ары қарай потолокқа тіреліп қаласыз. Бізде ондай жоқ, қыздар. Алғаның үстіне ала бересің. Және бұл жерде ең ерекшелігі, көзіңізді ашып жұмғанша табыстар өсе береді, өскен үстіне өсе береді. Самый главный, сетевойдың тілін жақсылап түсініп алсаңыздар болады. Біздің жаңағы күнделікті обучениемізден қалмаңыздар, күнде чаттарда болып жатқан обучениені қарап оқып үйреніп алуларыңыз керек. Және глубинадан қомақты табыс, яғни бізде қыздар глубинадан, мысалы, көп компанияларда бар да, глубинадан табыс өте аз түседі. Бізде глубинадан өте жақсы табыс түседі. Яғни бізге ең керегі глубинамен өте жақсы жұмыс жасау. Мысалы, глубинадан біз қашпаймыз, өйткені глубинадан өте жақсы табыс түсіп отыр. Глубинадан директорлер көбейген сайын, сіз соншалықты табыс алып отырасыз. Және ары қарай шексізде бізде проценттер бар, ол туралы қазір кішкене деген тоқталатын боламын. Және бізде шеринадан қомақты табыс табамыз. Яғни шерина деген мына дәл астыңыздан тіркелген адамдардың
олардың 25% сізге түсіп отырады. Ширинадан да жақсы табыс алуға болады, иә. Яғни глубинадан да, ширинадан да өте жақсы ақша түседі. Және біздің Coral Club'та ерекшелігі, бізде халал сертификаттары бар, және лицензиялары бар, және кәдімгі GMP сертификаты, тағы да басқа мықты бізде сертификаттар бар. Любой өнімнің сертификаты бар, иә. Және мысалы біздер қазір көптеген мемлекеттермен жасаймыз. Мысалы Турцияға арналған сертификаты бар, Тәжікстанға арналған, Россия, Германия, Америка барлығында да бізде сертификаттар дайын, иә. Лицензиясы бар. Және бізде осы Coral Club'та ресми сайтымыз бар. Coral Club деген ресми сайтымыз бар. Coral Club не деп HD деп тұрады қазір Coral Club. HT.ru Coral Club деген біздің мынандай керемет сайтымыз бар, көрініп тұрған болар, иә. Және де бізде Play Market'те қосымшасы бар. Play Market'тен Coral Club деп біздің приложениені скачать етіп алсаңыздар болады. Екеуі де өте тиімді, екеуінен де анық көрінеді. Яғни қалай жұмыс жасап жатқаныңыз, қалай заказ алдыңыз, қандай доставка, тағы басқа балыңыз көрінеді, жаңағы командаңыздың балы көрінеді, өзіңізге жаңағы түскен ақшаңыз көрінеді, бонустарыңыз көрінеді. Ең керемет осы біздегі сайтымыздың бары екені, иә. Екінші, одан кейін ары қарай бізде жылына бірнеше рет саяхаттау бар. Яғни оның екеуі ЗДЗ болса, біреуі мастерский каникул. Яғни біздер жылына бір рет кәдімгі тегін саяхаттай аламыз. Яғни подъездің алдынан алып кетеді, сізді алыс шетелдерге қыдыртады, қайтадан алып келеді. Яғни жылына бізде мастерский каникул деген керемет саяхат бар. Және бізде ең кереметі алғашқы біздің бонусымыз 13.750.000 теңгеден басталады. Ал көп компанияларда жалпы алғашқы бонус дегеніміз 275.000, я помню, сондай болған біздерде. 275.000, кейбір жерлерде мысалы 1.000.000 теңге, алғашқы бонус сондай, бонусы сондай да. А бізде 13.750.000 теңгеден басталады біздің бонус. Және осы келгеніме 2 жыл болды. 2 жылдан бері деген қыздар, сенесіңдер ма, осы Қазақстанда 200-ден аса адам автобонус, недвижимость алып жатыр, яғни 13.750.000. Қазіргі таңда біздің командамызда бір емес, 2 қыз осындай 13.750.000 табысын иеленіп жатыр осы қазіргі таңда, иә. Сіздерге де бұйырсын деймін, қыздар. Және бізде 5 адаммен де, 10 адаммен де, тіпті 3 адаммен де, тіпті 1 адаммен де директор болуға болады екен. Қандай керемет, қыздар. Яғни мысалы менің командамда бар да, 500 балды өзі орындатып тастайды, өзі директор. Яғни тек қана өзіне денсаулығына өнім алмайды, үйіндегі бала шағасына, мама папасына, үйіндегі жолдасына өнім алады да, сөйтіп өзінің товар оборотымен бізде директор болып жатқан адамдар бар. Яғни бұл жерде 5 жаңағы 1-ден бастап 10 адам аралығында сіз директор званиясын аша алады екенсіз. Ал басқа бір компанияларда 60 адам или 150 адам, 120 адам керек директор болу үшін. Ең оңай маркетинг план деп барлығының айтып жүргені осы себепті де. Одан кейін бәрінен бұрын командаңыз оңай табыс табады, оңай жетістікке жетеді де. Мысалы, қыздар, ең қызығын айтайын, өздерінің жасаған товар оборотынан олар жаңағы бонус түсіп отырады, иә. Мынандай кездер болады да, кейбіреулеріңіз білуіңіз мүмкін, кейбіреулеріңіз білмеуіңіз де мүмкін, иә. Мынандай случай болады, яғни бір каталог заказ салады да, екінші каталог заказ салмайды, бірақ оның командасы заказ салады да. И сонда үшінші каталог кабинетін ашып қараса, кабинетінде 9.000, 10.000, 13.000, біреулерінде 23.000, 27.000 ақша тұрады. Сонда олар таңғалып жатады да, қайдан түсті бұл ақша деп. Сонда көрдіңіздер ме, қыздар? Кейбір айларда өзіңіз заказ салмай, бірақ командаңыз жұмыс жасап жатса, олардан да сізге бонус түсіп отырады екен, қандай керемет. Сосын біздерде, қыздар, тек қана 2 ступенька, ассистент, яғни ассистент деген ол сіз просто тұтынушы боласыз, яғни просто для себя продукция аласыз, одан 5% пайда көресіз. Ал егер директор болатын болсаңыз, сіз одан 25% пайда көріп отырасыз. Яғни бүткіл товар обороттан сіз 25% пайда көріп отырасыз. Қандай керемет, иә? Яғни ступенька жоқ. Яғни көп компанияларда, мысалы, салыстырмалы түрде айтайын, неге десеңіз, салыстырмалы түрде айтатын болсам, сіздерге более жеткілікті болады, более жеңіл түсінікті болады, иә? Салыстырмалы түрде, например,
3, 6, 9, 12, 15, 19, 23 деген сондай ступенькілер болады да. Сол ступенькіге жеткеннен кейін барып сіз директор званиясын ашып жатасыз. А бізде ондай ступенька жоқ. Бізде ары кетсе 2 ступенька болды, яғни 5%. Сіз ассистент, 25, ой, екінші ступенькіге жеткенде сіз директорсыз. Уже сіз табысқа шығып бастайсыз, сіз уже зарплата алып бастайсыз. Ана басқа компания ана ступенькілердің бәрін өткеннен кейін барып табыс алып жатады. Вот сол себепті бізде көбіне естіп жүрген боларсыздар, бізде тек қана 2 ступенька деп айтатын осы. Және бізде шексіз вознаграждение, манағы шексіз вознаграждение деп отырғаным, яғни глубинадан біздер шексіз ақша түсіп отырады. Ол туралы тағы да тоқталатын боламын. Ол енді керемет өз алдына бөлек керемет әңгіме. Қазір мен тоқталамын оған. Так, енді бірнеше мемлекеттен табыс алу. Қыздар, көрдіңіздер ме? Мен осы отырғанда бір емес 16 мемлекеттен табыс алып отырмын. Оның ішінде Америка, жаңағы Германия, Франция, Италия, Белоруссия, Украина, Қазақстан, Тәжікстан, Корея, Турция, жаңағы сосын не бар, Швеция бар, Польша бар, айта берсем көп та. Сол сияқты сіздер де бірнеше мемлекеттен табыс ала аласыздар. Мысалы, ол жерде тіл білудің қажеті жоқ. Например, бұл команданы мен қайдан жинадым? Любой телеграмға кіріп аламын, ол жақта орыс тілді, Германияда орыс тілді адамдар көп. Сол жерге мен белорон өнімін, жаңағы коллаген өнімін түсіндіріп, солардың жаңағы группасына өзімнің жаңағы телефон номерімді қалдырамын, болмаса кабинеттің ссылкасын қалдырамын. Олар тіркеліп өзінің қаласына осындай өнімді ала береді. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты. Ал кейбіреулер бар, инстаграмнан қарап отырып тіркелетіндер бар. Басқа мемлекеттен де, мысалы Қырғызстаннан көп адамдар келіп жатады. Сол сияқты қазір бастан сіздер өздеріңіздің инстаграмдарыңызды дамытып, контенттеріңізді дамытып, шетелден де адамдарды тіркей берулеріңізге болады. Бізде 118 мемлекетке доставка бар. Например, доставка жағынан қиналмаймыз біздер. Ешқандай бізде продукциядан задержка болған емес. Тауар жетпей жатыр, ойбай, жаңағы 2 айлап, 3 айлап жоқ болып кетті, біз не істейміз, ондай понятие болған жоқ. Бізге продукция прямо Европадан келеді, ең жақсысы да. Яғни біз доставкадан қиналған жоқпыз. Біздің Корокапта доставканың түрлері бар. Біріншісі офис арқылы заказ беруіңізге болады, екіншісі колл-центр арқылы заказ беруіңізге болады, үшіншісі жеке кабинет сайт арқылы кіріп заказ беруіңізге болады. Ал басқа да мемлекеттерге де осындай жеткізу бар. Ең кереметі осы да. Және де біздер 11 мемлекетте зауытымыз бар. Яғни біздің Корокаптың ең ерекшелігі 11 мемлекетте бізде табыс алуға болады. 11 мемлекетте бізде жаңа зауытымыз бар, 118 мемлекетпен жұмыс жасап табыс алуға болады. Так, қыздар, ана наушниктің суреті бар, соны басасыңдар да кіресіңдер ме? Көп адамдар кіре алмай жатыр екен, қыздар. Келесі, қыздар, так, енді бізде маркетинг планға келетін болсақ, бізде маркетинг план уже осылай. Так, қазір көрініп тұрған болар да. Қыздар, директор званиясына жету үшін бар болғаны 500 балл жасаймыз. Яғни 50 балл өзіңіз жасайсыз. 50 балдың құны 32.000 теңге, 35.000 теңге тұрады. Яғни детокс программасы, тағы басқа Гидромакс, например, Гидромакс бізде 33 мыңға сондай тұрады, Вот сондай өнімді аласыз. Или болмаса витаминдер, детский витаминдер, Коралмайн суын алсаңыз да болады, Сөйтіп 50 балды өзіңіз жасайтын болсаңыз, бір виткаменде табыс алуға болады. Бір веткамен де табыс алуға болады, бізде. Яғни өзіңізден кейінгі адамдар тіркейсіз бір линияның бойында, бір линияның бойында, сол веткамен де сіз табыс ала аласыз. Яғни көп компанияларда бар, 2 аяқ шығарғаннан кейін ғана барып табыс ала алатын. Ал бізде біз компанияның ерекшелігі бір аяқпен де сіз бір веткамен де табыс ала аласыз. Бізде, яғни 500 балды 25-ке, мана айттым ғой сіздер, общий товарообороттан 25% пайда көресіз деп, Яғни біз 500 балды 25%-ке көбейтеміз, ол $125. $125-ды 455 теңгеге көтеміз. Яғни бізде, қыздар, курсымыз 455 теңге, біздің курсымыз. Оны қазір тағы да түсіндіре жатырамын. Директор кезінде атриб қажет емес, яғни сіз өзіңіз директорсыз, сіз директор кезде атриб жасап қажет емес. Ол атриб дегенді қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Яғни бұл директордың табысы 50 мың мен 60 мың теңгенің арасында, 50 мың мен 60 теңге. Сіз өзіңіз 50 балл жасайсыз, командаңыздан ары кетсе 3 адам 150 балл, немесе 2 адам 200 балл, немесе 4 адам 100 балл жасаса, жалпы адам санында шектеу жоқ. Көрдіңіздер ме? Вот. Қандай керемет,
Одан кейін бір виткамен директор болып табысқа шығуға болады. Жалпы товар оборот 350.000 теңге, бір балл 637 теңгеге тең. Яғни біздің бір баллымыз 637 теңге. Біздің бір баллымыз 637 теңге. Ұмытпаңыздар, блокнот ручка болса жазып алыңыздар. Яғни біздің курсымыз 455 теңге, ал бір баллымыз 637 теңге. Енді өшіріп жіберейін. Қосып кетіп жатыр, өшіріп жіберейін, 1 минут. Қыздар, бір ветка дегеніміз, мысалы, мынау сізді, мен түсіндірейін, мынау сіз, міне. Бұл сіз. Енді бір ветка дегеніміз, яғни сіздің астыңыздан, яғни бір ветканың бойынан, міне, осындай адамдар, бір ветканың бойынан адамдар тіркеледі. Мына жерде, мысалы, жаңа көршіңіз, мына жерде сіздің жаңа класстасыңыз, тағы басқа адамдар болуы мүмкін. Барлығы бір ветканың бойында болады. Или болмаса, бір адам өзі келіп 400 балл жасаса да, ол сізге келіп қосылады. Яғни сіз бір веткамен де директор званиясын аша аласыз. Бір ветка дегеніміз осы. Келесі бізде, қыздар, мен сіздерге салыстырмалы түрде айтып кетейін, біздің маркетинг планның байлығын көрсеткім келіп отыр сіздерге. Неге? Өйткені, мысалы, манағы салыстырмалы түрде айттым ғой, басқа бір компанияларда 100 балл жасасаң 3%, 200 балл жасасаң 6%, 600 балл жасасаң 9%-ке шығасың да, и ол жерден табыс табасың, тек қана 8.000 теңге кешбек аласың. Яғни сіз зарплата алмайсыз, сіз кешбек аласыз. Оған сіз товар алу керексіз, келесі айда, сондай. Ал бізде қараңыздар, қыздар, енді осы жерде сіздердің көмектеріңіз керек болады. Мен уже сұрақ қоямын. Мына чатқа жазсаңыздар жақсы болады. Енді қараңыздар, 500 балл сіз табысқа шығасыз. 500 балмен 70.060 теңге зарплата аласыз. Яғни бұл жерде Каспиге аударады, болмаса қолма-қол офистен барып ақшалай санап аласыз табысыңызды. Және сіздерге мынандай директорский кит сыйлыққа береді. Қараңыздаршы, міне ішінде деген мынандай папкасы бар, блокноты бар, каталог бар, ручкасы бар, Коралмайн 3 суы бар, маркетинг план бар, карьерный рост книга бар, да? Қараңыздаршы, қаншама ішінде және бизнеске арналған книга бар, және осындай керемет значок бар. Яғни сіз осындай директорский китті сыйлыққа аласыз. 500 балмен сіз қаншама байлықтың астында қаласыз дегім келеді. Себебі, қыздар, қараңыздар, 600 балмен 8.000 алған жақсы ма? Или 500 балмен 60.000, 50.000 теңге алған жақсы ма? Қыздар, жаза қойыңыздаршы. Қайсысы жақсы? Еще плюс сіздерге директорский кит сыйлыққа береді. Көрдіңіздер ме? Айтыңыздар, қыздар. Жазып жатыр екен. Иә. Айған ханым сұрақ қойыпты да, кішкене мен жауап беремін. Әрине бізде жаңағы салыстырмалы түрде 500 балмен 60.000, 50.000 теңге алған жақсы. Мана Ақерке, сен сұрадың ғой, көрдің бе? Жаңағы сәлем қыздар. Қараңыздар, қыздарда, мысалы, сіз басқа бір компанияда болатын болсаңыз, сіз 600 балмен 8.000 алсаңыз, бізде 50.000-60.000 қолма-қол ақша алып атады екенсіздер, иә? Енді қараңыздар, келесі бізде VIP директор деген бар. Ең кереметі осы да, қыздар, VIP директорден ең кереметі осы. Яғни сіз деген, былай қойын, так, VIP директорде сізге 50 евро бонус береді, всегда экстра бонус береді. Көрдіңіздер ме? Яғни екі веткадан, яғни мына жақтан 350 балл, мына жақтан 350 балл, өзіңіз 50 балл лишний оборотыңыз жасап, 750 балл жасасаңыз болады, иә? 750 балл деген ары кетсе 5 гиалурон. Или 7 коллаген. Или 8 детокс плюс. Болды, оңай, көрдіңіздер ме, қыздар? Яғни организм тазалағысы келетін командаңызға 8 адам шақырсаңыз болды, да? Енді VIP директордың зарплатасы 90.110 теңге екен. Қандай күшті, да?
яғни 15 тұтынушы 50 балдан, или болмаса 5 белорон, мында жазып қойыппын ғой, 5 белорон, 750 балл әрқашанда компания 50 евро бонус сыйлайды, және егер қыздар сіздер золотой директор или изумрудный директор болсаңыз, или бриллиантовый директор болсаңыз, жалпы мастерге дейін сіздерге компания 750 балл отрыв жасаған үшін компания сізге 50 евро экстра бонус төлейді, көрдіңіздер ма? Ал енді 750 балл жасап келе жатып, отрыв болсын, или жеке өзіңіздің 750 балл жасап келе жатып, бір ай ұстамай қалсаңыз, өкінішке орай, ары қарай 3 айға дейін экстра бонус төленбейді. Егер кімде-кім 750 балл жасап келе жатқан болса, сіздерге айта кететін ескертуім, 750 балдан құламаңыздар, иә? Отрывтарыңыз 750 болса, 750-ден құлатпай ары қарай ұстап жүріңіздер, хорошо? Енді келесі бізде серебряный директор, яғни серебряный директорде бір новый директор шығады астыңыздан. Енді мына жерге мен сіз көрсетейін сіздерге. Так, мына жерде, мысалы, сіз, мынау сізсіз. Мынау сізсіз, міне. Сіздің астыңыздан міне бір кешірім сұрайын. Сіздің астыңыздан міне бір директор шықты. Вот, бір директор шықты. Яғни, мына кісі директор болды. Ал енді мына веткаңызда сіздің отрыв болады. Мына веткаңызда, мысалы, 450 балл жасайды. Мына командаңыз 450 балл жасайды. Сонда сіз мына директорден 10% пайда көреді екенсіз. Қандай керемет, яғни сіз мына директордан 10% пайда көресіз. Егер мына директордың астынан тағы директор шығып жатса, сіз екінші линиядан 8% пайда көреді екенсіз. Қандай күшті да, мысалы, сіз өзіңіздің директорыңыздан 10% көресіз, ал ол директор өзінің астынан директор шығарады да, ол директорден сіз 8% пайда көреді екенсіз. Көрдіңіз бе? Қандай керемет, Енді мына жақта сіздің екінші неңізде, екінші Видео Hüseyin ben. Қыздар, кешірім сұраймын. Енді екінші веткаңыздан 450 балл жасайды, или 450 балл, сонда сіз деген, яғни екі веткамен серебряный директор боласыз. Қандай керемет, Келесі, яғни серебряный директордың зарплатасы 100 мың, 140 мың теңгенің аралығында екен. Қандай керемет, Енді қараңыздар, салыстырмалы түрде айтатын болсам, яғни басқа бір компанияларда 1000 балмен 12%, 1000 балмен 15% болып жатырса, олардың табысы 20 мың или 40 мың теңге болады. Және оларға ИП ашу керек болады. ИП сұрайды. Ал енді біздің компанияның ерекшелігін қараңыз, сіз 1000 бармен или 1000 балмен, сіз уже серебряный директорсыз, сіздің доходыңыз 110 мың және 140 мың теңге болады. Және ИП қажет емес. Және компания сізге әдемі сертификат сыйлайды және значок береді. Енді қыздар, айтыңыздаршы, 1000 балмен, 1000 балмен 20 мың или 1000 балмен 40 мың алған жақсы ма? Әлде 1000 балмен 110 мың, 1000 балмен 140 мың теңге алған жақсы ма? Айта қойыңыздаршы, қыздар. Мен қазір Ғалия сіздің сұрағыңызға жауап беремін, бал сақтала ма деген сұраққа мен міндетті түрде жауап беремін. Айта қойыңыздар, қыздар. Мысалы, көбі сұрайды, Айман ханым, Шолпан ханым, сіздер деген миллион доход алып отырдыңыздар ғой, ол жақта кәдімгі Португалияға да жолдама алдыңыз, сіздер неге Коруклабқа келдіңіз деп көп адамдардың түсініспеушілігі болған болатын, Сонда мен деген, сонда біз айтатынбыз да, біздің командада, бұрынғы компаниямызда 1000 балл, 1000 балл жасап отырған адамдар өте көп, бірақ олар 20 мың, 40 мың алады. И то ИП ашу керек болады, мына 40 мың алу үшін ИП ашу керек болады.
біздер команда үшін рисковать етіп осында келдік деп. Зато қазір командамызда 500-ден аса адам табыс алып отыр. Қазір тіпті одан да көп 800-ге жетіп қалған болар. Өйткені глубина өте көп, біз тіпті санын білмейміз Аймен екеуміз. Сол себепті қыздар біздің компанияның мықтылығын көрдіңдер ма? Иә, жалпы көп компанияларда, байқайтыным, көп компанияларда бүткіл товар обороттың 5%-ін қайтаратын болса, бізде 73%-ін қайтарады екен. Ол туралы ертеңгі эфирінде айтамын. Ертеңгі эфирден қалып қоймаңыздар, қыздар. Так, келесі, енді мына жерде көрдіңіздер да, ИП керек емес, сертификат и значок береді екен, бізде. Қандай күшті да. Келесі біздің золотой директор, яғни 2 ветка ашамыз, 2 директор шығарамыз. Бірінші линиядан біз 10% пайда көреміз, екінші линиядан 8% пайда көрсек, үшінші линиядан біз 5% пайда көреді екенбіз. Яғни қараңыздар, сіз келдіңіз, астыңыздан директор шығардыңыз. И астындағы директорыңыз отырады да, өзінің астынан директорлер шығара берді да. Сонда сіз қараптан қарап отырмайсыз. Ана өзіңіздің командаңыздағы лидеріңіз директор шығарған үшін де сіз оның да үлесін аласыз. Ана кісі өзінің үлесін алса, сіз оның үстінде жаңа 8% пайда көресіз. Ал егер сол мына 3-ші поколениедегі директор өзінің астынан директор шығарса, одан 5% пайда көреді екенсіз да. Қандай керемет деймін да, қыздар. Яғни бізге, уже мана бірінші линиядан 25% алдық та, яғни өзіміздің бүткіл тауар оборотымызда. Одан кейін бірінші линиядан біз 10% алдық. Одан кейін 8%, енді міне 3-ші линия қосып жатыр 5%. Яғни әр звание өткен сайын проценттер қосылып келе жатыр, көрдіңіздер ма? Яғни глубинадан біз ақша алып жатырмыз. Ары қарай қызықты қараңыздар. Енді золотой директордың табысы 150 мың мен 180 мың теңге аралығында екен. Қандай кереметті? Арамызда золотой директорлер бар ма, қыздар? Золотой директор болса, қол көтеріңіздерші. Дұрыс айтасыз. Маркетинг өте керемет, Жансая ханым, Нұржи ханым, дұрыс айтасыздар. Енді командамыздан 2 директор атырып 500-750 балл болу керек екен, Например, сіздерге қазір сызып көрсетейін. Например, мынау сіз. Мына жақта сіздің командаңызда бір емес, 2 директор шықты. 2 линияңыз бар. Егер де қыздар енді осы жерде кішкене мына біздің бұрыннан келе жатқан қыздарға өте түсінікті да, ал араларыңызда новичок болса, кішкене чуть-чуть қиындау болуы мүмкін, бірақ сонда да мен сіздерге айтып кетейін. Так, мынау сіздің бір директорыңыз, мынау сіздің екінші директорыңыз да. Қыздар, атриб дегеннің не екенін білесіздер ме? Қыздар, атриб деген не екенін айта қойыңыздар, жазасыздар ма? Атриб дегеніміз не? Қыздар, түсінгеніңізше жазып кетіңіздерші, мұнда әсіресе бұрыннан келе жатқан мастерлер, жаңағы директорлер. Атриб дегеніміз не? Мен білмеймін, Атриб деген не, қыздар, айта қойыңыздаршы. Атриб дегеніміз не? Үзіліс. Сәлеметсіз ма, Кешәрі? Баба ханым, атриб деген ол біздің званиямыздың подтверждениесі ғой. Дұрыс айтасың. Яғни, қыздар, өте керемет, Алма ханым, көп рахмет, Жансая ханым, көп рахмет. Атриб дегеніміз, например, қараңыздар. Атриб дегеніміз былай. Например, Ақерке, сен келдіңде директор болдың. Сіз 500 балл жасадыңыз. Директорсыз. А сіздің астыңыздан адам келеді, ол 500 балл жасайды. Сіз оның 500 балымен таласа алмайсыз ғой. Сіз ол да 500 балл, сіз 550 балл жасаған үшін, сіз өзіңіздің 50 баллыңыз жасайсыз, астыңызда 500 балл директор тұр. Компания барады да 500 балл командасымен 500 балл жасаған адамға табыс төлейді. Сізге төлемейді, өйткені сіз жұмыс жасап отқан жоқсыз, өйткені астыңызда директор жұмыс жасап отыр. Компания ақымақ емес та, жаңағы сіздің жұмыс жасап отқаныңызды көру үшін всегда атриб ұстау керек. Мен жұмыс жасап жатыр, міне мен екінші веткамда команда заказ салып жатыр, екінші веткамда тұтынушылар бар деп, сол кезде айта аласыз да, Ақерке, вот атриб деген осы. Көрдіңіздер ма, қыздар? Яғни компанияға сіз өзіңіздің жұмыс жасап отқаныңызды көрсете аласыз. Яғни манағыдай званияңызды подтверждение ұстай аласыз. Бір ветканың бойында сіз талас тұра алмайсыз. Бір 500 балмен жаңағы бірнеше адам талас тұра алмайды. 500 балл бір адамдікі болды. Сіз ол адамнан жоғары тұру үшін
яғни сіз серебряный директор ашуыңыз керек. Серебряный директор ашу үшін сіздің екінші виткаңызда тағы да 450 балл жиналып тұрады. Өзіңіздің 50 баллыңызбен 500 балл, яғни 500 балл отрывыңыз бар. А егер 750 балл отрыв болса, онда экстра бонус төленеді, көрдіңіз бе? Аха, келесі кеттік та, қараңыздар, мына сіздің өзіңіз астыңызда бір веткаңыздан 500 баллмен директор шықты, екінші веткаңызбен сізде директор шықты, яғни екі веткаңызда екі директор бар. Және өзіңіздің міндетті түрде отрывыңыз керек болады. Мына жерге өзіңіздің отрывыңыз керек болады. Мына жерден директор шығармайсыз, просто отрыв жасайсыз да үшінші веткаңыздан. Но бірақ енді қараңыздар. Енді осы жерде чуть шатасасыздар, новичоктарға қиындау, а бұрыннан келе жатқандарға ол кайф, енді ол қызық, күшті ол деген. Қара да, ағерке, например, сіз деген тіркелдіңіз. Қазір қандай? Февраль айында сіз директор болдыңыз. Ал енді март айында сіздің новый виткаңыздан новый директор шығарсаңыз, ол сіздің отрывыңыз болып саналады екен. Көрдіңіз бе? Ал егер сіз осы айда серебряный директорсыз да, просто 1000 балл барсыз, осында 1000 балл бар сізде. Келесі айда новый веткадан новый директор шығарсаңыз, 500 баллмен ол сізге отрыв болып саналады. Көрдіңіз бе? Енді ол туралы тағы да досконально айтамыз, ол туралы чаттарда да айтамыз. Бірақ оған көп сеніп қалмаңыздар. Себебі мен андай новый веткадан новый директор шықты, ол отрыв болып саналады деп көп адамдарға айта бермеймін да, чтобы андай не істеп қалмасын деп та, андай соған сеніп қалмасын деп. Так, келесі қыздар бізде золотой директор, жаңа 2000 балл дедім ғой, қараңыздар да. 2000 балл 19% басқа бір компанияларда. И олардың табысы 40 000 теңге и ИП арқылы алады. Көрдіңдер ме, қыздар? ИП арқылы алады ол ақшаны. Ал бізде 2000 баллмен сіз золотой директорсыз. Және зарплатыңыз 140 000, 160 000 теңге. ИП қажет емес, және сізге сертификат, значок береді. Еще плюс СДЗ-ға Турция путешествие. Ал енді қараңыздар, қаншама байлық деймін, қыздар. Сіз деген басқа бір компанияларда 2000 балл мен 40 000 теңге ИП арқылы алып жүрсеңіз, бұл жақта 140 000 мен 160 000 зарплат аласыз. Және сізге сертификат пен значок береді. Еще Турцияға, ал біздер Корклапқа келген бойда 21 адам болып біздер Турцияға ұшып келген болатынбыз. Қандай керемет, 2020 нешінші жыл? 2020-да келдік қой, 2021. Қазір 2024-те, 2022 жыл ғой, 2022 жылдың март айында біздер алғаш рет осы Турцияға барған болатынбыз. Сонда қараңыздар, сіздер де өстіп шетелге бізбен бірге ЗДЗ-ға шыға аласыздар. ЗДЗ дегеніміз золотой директорге арналған демалыс Турцияда. Всегда жылына 2 рет болады Турция. Енді айтыңыздар, қыздар, 2000 баллмен 40 000 теңге алған жақсы ма? Әлде біздің Корклаптың 2000 баллмен 140 000, 160 000 теңге алып шетелге ұшқан жақсы ма? Айта қойыңыздар, қыздар. Дұрыс айтасың, Жансая. Дұрыс айтасың. Қыздар, айта қойыңыздар. Ол компанияда да 50 балл жасау 30-35 мың, біздің компанияда да 50 балл жасау 30-35 мың. 2000 балға дәл сондай товар оборот кетеді. Біздің компанияда да 2000 балға дәл сондай товар оборот кетеді. Командамызбен сондай сумма кетеді да 2000 балға да. Но бірақ сіз бұл жерде командаңыздан 2 адам зарплат алып отырады. Еще сіз өзіңіз 140 000, 150 000, 160 000 зарплат аласыз. Еще шетелге ұшасыз. А басқа компанияда всего лишь 40 000 теңге ИП ашасыз. Командаңыз табыстап қойды. А бұл жерде бір емес 2 адам зарплат алып отырасыңыздар. Қандай керемет, қыздар? Келесі кеттік, олай болса. Келесі изумрудный директор, яғни 3 веткадан 4 директор шығарамыз. Яғни бірінші линиядан біз 10% пайда көрсек, екінші поколенийден, яғни астыңыздағы директорден 8% пайда көресіз. Оның астындағы директорден 5% пайда көресіз. Оның астындағы директорден 5%. Яғни 4-ші глубина қосылды. Қандай керемет, қыздар? Изумрудный директорде уже 4-ші веткадан сіз деген 5% пайда алып отырасыз. Яғни бұл жерде, мысалы, например, сіздің астыңызда, мысалы, бір ветка кетті да,
екінші ветка кетті, иә, міне. Екінші ветка. И сосын үшінші ветка. Иә? Үшінші ветканың астында, например, мынандай директорлер бар да, міне. Мынау бірінші сіздің директорыңыз, мынау сіздің екінші директорыңыз, міне. Мынау сіздің үшінші директорыңыз. И сосын любой бір директордың астында, например, мынаның астында тағы бір директор шығады. Сонда сіз міне 4 директорыңыз бар. Яғни сіз уже изумрудный директор болсыз. Қыздар 500 балды любой адам жасап берді сіздерге. Не? Любой тек біздің маркетинг планын түсініп алсаңыздар, 500 балмен сен директорсың десең, тіпті сізге артығымен жасап береді. Қиындатпаңыздар өздеріңіздің өмірлеріңізді. Қыздар 500 бал жасау түк емес, иә. Міне, яғни сіз мынадан 10%, мынадан 10%, мынадан 10% пайда алатын болсаңыз, сіз мынадан 8% аласыз. Ал егер директорыңыз кәдімгідей сіздің жолыңызды қуып, пысық болып, сөйтіп өзінің астынан бірнеше директор шығарып тастайтын болса, мына жерден бірнеше директор шығарып тастайтын болса, и сіз оның барлық сіз директорлерінен, міне барлық директорлерінен сіз деген 8% пайда алып отырасыз, бүткіл директорлерінен. Бізде сол үшін айтады да, бізде осы Корокапта глубинада ақша бар деп. Не қараңызшы, қаншама директор шығарып тастайды, соның барлығынан 8% алып отырасыз. Ал мына директор, тағы директор шығарса, сіз одан 5% алып отырасыз. Ну, кете берді да, қыздар. Қандай күшті да? Күшті болса, қыздар күшті деп жазып қойыңыздар. Так, изумрудный директордың зарплатасы бізде 180 мың, 260 мың теңге. Бірақ негізі көп, мен байқаймын, көп изумрудный директорлер бұдан да көп табыс алып отыр. Өйткені бізде изумрудный директорлер көп қой. Бірақ минимальный түрде мен есептеп отырмын, 180 мың мен 260 мың аралығында зарплата аласыз. Яғни сіздің командаңызда 4-5 директор табыс алады, и сізге рахметін айтады, чтобы сіз олар табысқа шығардыңыз, жолын көрсеттіңіз, и сіздің өзіңіздің 500 бал атырып, или новый веткадан новый директор жаңағы айтқан, Так, енді салыстырмалы түрде қарайық, қыздар. Не? 3000 балмен сіз 23% боласыз, 60 адамында, и олар жаңағы табыс табады 70 мың теңге ИП керек, Тек қана өзің табыс аласың. Басқа бір компанияларда, ол көп компания, ондай компанияларда. Ал сіз бұл жерде 3500 балмен сіз изумрудный директорсыз, сіз 180 мың, 240 мың, тіпті 240 мыңды, мысалы, сапсау ер адамның өзі айына әрең алып атады да, кейбір жерлерде де, қара жұмыс жасап та. А сіз үйде жатып да, например, Рита ұқсап, жатып алып жұмыс жасайсыздар, сөйтіп сіздер міне 200 мың, 240 мың үстінде өстіп зарплата аласыз. И сертификат, значок беріледі сіздерге, және Турцияға саяхат, ЗДЗ. Еще сіз 5-6 директорыңыз табыс алады, қыздар. Ең кереметі сіздің командаңыздың табыс тапқаны. Яғни сіз, мысалы, сіздің командаңыз табыс тапса, например, айтады да, Айсұлу ханым, сізге көп рахмет, мен деген жаңағындай осындай зарплата алдым, қуанып тұрмын. Бастарыңыздан өтіп жатқан шығар, таныс шығар да, қыздар, командаларыңыздан алғыс айтқанда, солай ма? Айлық қана емес, тұлғалық даму самый главный. Өте дұрыс айтасың. Өте дұрыс айтасың. Жансая. Запись жасалып жатыр, қыздар, запись берем, Бірақ эфирдің соңына дейін тамашалаңыздар, себебі тікелей отырып не қылған жақсы да. Тікелей отырып тыңдаған жақсы да. Қыздар, қараңыздар да, мысалы, жаңағы біздер Айманикум бухгалтерияда жұмыс жасап жүрдік қой бұрын. Алла разы болсын деп біздер редко еститінбіз да, айына жылына бір рет. Қазір біздер көп естиміз да, Алла разы болсын деп. Неге? Өйткені жаңағы анда табысқа шығып жатқан мамашалар, үйде отырған жаңағы келіншектер, или жаңағы егде жастағы апайлар андай ризалығын айтып жатады да, рахмет, осындай табысқа шықтым, жаңағы сіздің жол көрсетуіңізбен, қандай керемет деп. Бұндай чувство сіздерге де таныс шығар да, Тұрсын ханым, Балшекен ханым, Айсұлу да, Жансая, сіздің де командаңызда адамдар табыс алып жатыр, рахмет, Алла разы болсын деп қуанып жатады да, әсіресе зарплата түсетін кезде. Бізде всегда зарплатасы кабинетке 7 күні түседі, бонустарымыз бәріміз көріп, мәз болып жатамыз да, зарплата түсті деп қуанып жатамыз да. Ал каждый айдың 16 күні барып офистен қолма-қол аламыз, или через Каспий Голд арқылы аударады бізге, Так, келесі енді бізге бриллиантовый директор. Қыздар, бриллиантовый директорда 3 ветка болады. 3 веткадан 8 директор, глубинадан
бірнеше процент қосылады. Яғни бірінші линиядан сіз 10% алсаңыз, екінші линиядан 8%, үшінші линиядан 5%, төртінші линиядан 5, еще плюс бесінші пока линия қосылады. Яғни бесінші линиядан сіз деген уже не алып отырасыз, зарплата алып отырасыз. Қыздар, ветка мен линияны шатастырып жатады. Мынау линия деген былай линиялар. Например, мынау сізсіз. Мынау сізсіз, да? Так. Линия мен ветканы көбі шатастырып жатады. Так, мен айтайын. Мыналарды ветка дейді, міне. Астыңыздан шығып жатқан тармақтарды ветка дейміз. Бірінші ветка, екінші ветка, үшінші ветка, төртінші ветка. А линия дегендер міне. Мына жерде мысалы адамдар тіркеліп тұр. Міне мынау сіздің директорыңыз, міне мынау сіздің директорыңыз, например, да. Осыларды уже мыналар бірінші линия болып есептеледі. Міне бірінші линия. Енді директордың астынан шыққан директорлер, ол уже директордың астынан шыққан директорлер уже сізге екінші линия болып есептеледі. Мына уже екінші линия, міне. Яғни екінші линия деп осыны айтады. Егер мысалы мына лидер пысық болып астынан глубинадан бірнеше директорлар шығарып тастаса, оның барлығы сізге келіп қосылады. Яғни сіз 5-ші линияға дейін, 5-ші поколениеге дейін 5% пайда көріп отырасыз. Оның общий товарооборотына сіз 5%, мысалы жаңағы 5-ші линиядағы, айтайын, мына жерде 5-ші линия бар, например, 5-ші линияда жаңағы 500 мыңға товарооборот жасаса, сіз оның 5%-ын сізге де өтеді. Яғни бәріне өтеді и сізге де жетеді. Қандай керемет. Көрдіңіздер ме, қыздар? Біздің компанияны бағалаңыздар деймін, бұндай компания жоқ, қыздар. Яғни бұл жерде, қыздар, 3 веткадан 8 директор шығарады екенбіз. Яғни 8 бриллиантовый директор кезде 6500 балл жинайсыз командаңызбен, 8 директор шығарасыз. Сонда сіз деген табыс табасыз. 350 мың мен 450 мың теңгенің аралығында осындай керемет зарплата алады екенсіз, көрдіңіз бе? Яғни сіздің командаңызда 8 және 10 директор табыс алады. Еще сіздің 500 балл отрывыңыз болады. И жаңағы новый директорден, новый линиядан новый директор шығарсаңыз, ол сізге отрыв болып қосылады да. Яғни общий сіздің товарооборотыңыз 6500 болу керек, 6500 балл. Ең кереметті, қыздар, бұл жерде команданың табыс тапқаны. Қандай керемет, 6500 балмен, бұрынғы компаниямда 6500 балмен ары кетсе бір 2 адам табыс алды, және өзім табыс алдым. Бұл жерде 8-10 директор табыс алады. Бұның үшін тіпті изумрудный бар, серебряный, золотой директорлер бар. Так, келесі біздер кеттік, қыздар. Бізде мастер званиясы. Қыздар, ең күшті звание бізде мастер. Мастерден бастап сіздің зарплатыңыз 700 мың, 800 мың, 900 мың, миллион теңге болады. Және компания сізге осындай керемет сертификат береді, сосын значок береді. Мынанда мастерский деген үлкен әдемі значок бар. Енді мына серебряный мастердікі, бірақ серебряный мастерден қарағанда андай мастердің значогы өте көлемді әдемі. Және компания сізге осындай керемет сыйлық береді. Қазір сыйлық туралы тағы да айтамын. Күшті сыйлықтар туралы қазір төменде айтатын боламын. Так, мастер бұл жерде 600 мың, 800 мың теңге табыс табады. Сіздің командаңызда 16-20 директор аралығында адам табыс алады, яғни көп адам табыс алады. Так, енді келесі қараңыздар. Яғни компаниядан сіздерге сыйлықтар. Манағыдай кожаный сумка, міне, кожаный сумка, мынандай, и кожаный мынандай жаңағы үлкен кошелек, и сосын мынандай визитный карточка бар ғой, тұр ғой, міне, визитка салатын, сондай береді. Яғни кошелек аласыздар, и үлкен кожаный сумка аласыздар. Яғни бренд, міне, Коруклаб деген жазуымен, мынада да Коруклаб деген жазу бар, міне, мынау чехолымен, осындай керемет сыйлық алып отырасыздар. Бір кездері біздің туған күнімізге, Айманикамыздың туған күнімізге мастер болған кезде күміс әдемі сырға жіберген болатын, эмблемамен Коруклаб деген. Және керемет осындай сумкалар алдық, ой, көп зат алдық біздер Коруклабқа келгелі. Еще Новый годта да сіздерге осындай керемет сыйлық жасап жатады. Компанияның кереметтілігі осы, сіз жаңағы мастерге. В общем, бұл жерде сіздің ең алға қойған мақсатыңыз тек қана мастер болам деген алғаны қойған мақсатыңыз ғана болу керек болды, қыздар. Так, компаниядан сыйлықтар туған күнге және жаңа жыл мерекесіне, тіпті 8 мартта да біздер керемет стакан алдық, ішінде коробка, ішінде шоколад болды. Леонид Лап пен Эрик Мегребян, яғни біздің генеральный директормен президентімізден келген әдемі хат, поздравление болды. Сондай керемет сыйлықтар аласыздар сіздерде.
Так, одан кейін сіздер ЗДЗ, яғни путешествие, яғни ЗДЗ-да сіздер мастер званиясымен Турцияның төрінде үлкен сахнада құттықталасыз. Ана жерде құттықталған кезде сізді жаңа Эрик Мигребия мен Янислав өздері құттықтайды, өздері сіздің қолыңыздан алып, мына жерге керемет значок тағады, иә. Және де сол жерден сертификатын береді сіздерге, және сіздерді гүл шоқтарымен күтіп наставниктеріңіз қарсы алады. Қандай керемет, қыздар. Яғни наставниктеріңіз сіздерді қарсы алып, жаңа сіздерді сахнадан көріп, бүткіл зал көтеріліп, қол шапалақтап жатады. Яғни признание. Яғни сізді кәдімгі мойындайды, мастер, миллион доход алып отырған, жаңағы мастер званиясына жетті деп сізді кәдімгідей үлкен қошеметпен қарсы алады, иә. Так, көрініп тұрмын ғой да. Так, келесі компаниядан, яғни ең кереметі, қыздар, командаңыздан сіз табыс аласыз, командаңыз табыс алады, иә, жақсы. И сіз шексіз глубинядан, яғни шексіз ақшалар аласыздар, қыздар. Ең кереметі осы ғой, қыздар, қараңыздар, иә. Сіз мастер званиясында, мына жақтан, осы жерден түсіндірейінші, сіздер мастер званиясында 10% аласыз да, еще плюс 1% қосып береді ғой. Яғни, ой, ол мастер ғой, и так күшті ақша алып отыр деп айтпайды да компания. Барады да еще плюс 1% қосып береді. Ал екінші, сіз жаңағы линияңыздан 9% пайдалы зарплата аласыз, 9%. Ал үшінші линияңыздан 6%, ал төртінші линиядан 6. Ең кереметі, қыздар, бесконечный процент. Қандай күшті да, қыздар. Сіз хоть ол сіздің миллионшы глубинаңыз бола ма, тіпті глубина совсем шегі жоқ глубина ма, барлығынан 1% алып отыра береді екенсіз да, 1%. Ал ол звездный мастерге дейін өсе береді. Оны ертеңгі эфирден тамашалай аласыздар. Оны ертеңгі эфирде айтатын боламын. Енді қараңыздар. Салыстырмалы түрде қарап көріңіздер, қыздар. Көп компанияларда 5%, 2,5%, 1% алатын болса, астынағыдан, мысалы, өзінен кейінгі директорден 5% алады, одан кейінгі директорден 2,5%, одан кейін директорден 1%, одан кейін директорден 0,5, ары қарай 0,2, 0,2 вообще ақша емес, ол вообще санауға келмейді копейка. Ары қарай глубинада вообще ештеме жоқ, тым алмайсыз. Мен білемін, өйткені көп компанияда бар да. Бізде, қыздар, қараңыздар, глубинада бесконечный, яғни шексіз, қазақша жазып қойын, шексіз деп. Шексіз сіздер осылай табыс алып отырасыңдар. Еще мастер болған үшін 1% қосып береді. Қандай керемет, қыздар? Күшті ма? Күшті дейді, көріп таң қалған дейді. Керемет, қыздар. Керемет. Так, енді, так, қыздар. Так, енді қыздар, ертең бұдан да шалқып тасыған байлықты көргілеріңіз келсе, ертеңгі эфирден қалмаңыздар, ертеңгі эфир вообще миллиондаған суммаларды көрсетем, миллиондаған автобонус, недвижимость, неше түрлісін көрсетем. Ертеңгі эфир бұдан да қызықтырақ болады. Қалып қоймаңыздар, еще бүткіл командаңызды тығыңыздар ертеңгі эфирге, ертеңгі эфирде бүткіл шылқаған байлықты көрсетем. Компаниядан бізге деген 6 түрлі табыс түседі екен бізге, және бүткіл тауар обороттан 73% бізге қайтып береді екен да, қыздар, көрдіңдер ма? Сол себепті ертеңгі мына презентация ойнамай қалады. Ертеңгі презентация вообще әдемі дайындап қойған оны да. Ең басында Тәжікстан командаға дайындап, соларға өткізіп, сосын қазір қазақшасын дайындап қойдым. Орысшасын да дайындап қойдым, бірақ бірінші Тәжікстан өткізден қазақшасын өткізем, содан кейін барып орысшасын өткізе жатармын, Алла қаласа. Қыздар, біздің компанияның тұнып тұрған байлығын көресіңдер. Ертең эфирден қалмаңыздар да. Енді, қыздар, қараңыздар, бұл жерде бізде М20 автобонус деген бар екен. Яғни М20 автобонус. Мана айттым, біздің алғашқы бонусымыз 13,750,000. Көп компанияларда бар да. Енді не үшін пылына шопанға басқа компаниямен неге салыстыра береді демеңіздер. Өйткені реально да, андай действительно да,
қалай салыстырмайсың деймін да, мысалы көп компанияларда первоначальный бонус 375 мың теңге, 800 мың теңге, миллион теңге, 2 миллион теңге, сондай да ана алғашқы бонустар болды. А бізде 13 миллион 750 мың теңге, алғашқы бонусымыз 13 миллион 750 мың теңге. Сонда сіздер үй таңдасаңыздар болады, или машина таңдасаңыз болады, или үй таңдасаңыздар болады. Яғни алғашқы бонусқа өз еркіңіз, қандай таңдаймын десеңіз де, яғни тауар оборотыңыз 20 мың балл болса болды екен, 20 мың балл жасайсыз, сонда сіз 13 миллион премияға ие боласыз. 20 мың балл. 20 мың балл жасай аласыздар ма, қыздар? Иә. Қыздар, сіздердің күшті есеңіздер, күшті, ешқандай компанияда ондай жоқ. Бұл жерде табыс табу оңай, ұйықтап жатып ақша табуға болады. Түнгі 2-де 3-те белорус. Молодец, Айгүл. Молодец. Түнгі 3-те 2-де белорус сатамыз ғой деп. Қандай керемет, молодец. Так, жасаймыз әрине дейді. Ауамен сол күнге жетіңдер, қыздар. Мен деген ең таңғалатын, Қазақстанда 2 жылда қаншама қыз жағдайын жасап алды деймін да, қыздар. Бір қаламқас деген қыз бар, сол Турцияға шығып, мастер ашқан кезде сахнаға шығып сөйлеп жатыр да. Сол қыз айтады да, 3 қызы ма, 2 қызы ма бар әйтеуір. Сонда 50 мың теңгелік общежитиеда тұрған да, общежитиеда. И сол общежитиеда тұрған кезде ванна, туалеті общий дейді ау деймін да. Қызық да, сондай тұрған адам. Балдарым магазинге жатқан кезде, маман мороженое алып берші дегенде, қайдағы мороженое, одан да нан алмаймын ба деп ұрсатын дейді да. А қазір Астанада 3 бөлмелі үйі бар, 3 автобус алып, ай сән табыс деген 5 миллион 6 миллион теңге деймін да, қыздар. 2 жылда өмірі астан кестен болып өзгеріп кетті да, қыздар, көрдіңдер ма? Неужели соны жасай алмаймыз? Жасай аламыз ба, қыздар? Жасай аламыз ғой да? Әзірше ғана ішіп жатырмын, қарынға бірдеңе барғасын үйренбесем. Үйреніңіз, Алла қаласа. Иә, керемет. Так, енді қыздар, М20 мастердің табысы 10 миллион мен миллион 200 мың теңгенің арасында, еще сіздің астыңызда 25-40 адам табыс тауып жатады, иә? Қандай керемет. Осымен, қыздар, бүгінгі біздің эфиріміз, ой, Тәжікстан жері Қазақстан деп жазып қойын, алдына Тәжікстан өткізгенім қалып қойыпты. Енді қыздар, осымен біздің неміз бітті, бүгінгі біздің эфиріміз бітті. Енді қыздар, ертеңгі эфирден қалыс қалмаңыздар, ертеңгі эфир бұдан да күшті болады. Тұнып тұрған байлықты, молшылықты көресіңдер, оны қалай тез-тез табыстауға болады, мен сіздерге ертең айтатын боламын. Ертең максимально адамдарыңызды осында алып келіңіздер, міндетті түрде. Міне бүгінгі маркетинг план көп адам өзі түсіндіре алмайтын болғаннан кейін жаңағы әліпби үйреткен сияқты мен сіздерге түсіндірдім. Бұл эфирде сақталады. Сақталған эфирді анда-мында жіберіп адамдарыңызға түсіндірсеңіздер болады, иә. Және де қыздар, былай да, қазір біздің әлем жаңағыдай еркіндікті, шексіз әлем. Еркін сіздер жасай аласыздар, не қаласаңыздар да. Бірақ соның ішінде сетевой әлемі өте еркіндік бар да. Сетевой әлемінде, рахмет, Фариза ханым, мысалы, сетевой әлем, мысалы, өзіңіз қазір Қазақстанның салыстырыңыз, Қазақстан деңгейінде қазір байлар өте көп, иә? Бірақ олар қайдан байып жатыр? Шетелде аралап қыдырып жүргенде кімдер? Олар блогерлер, танымал әншілер, танымал адамдар, психологтар, онлайн жүргізетін, және сетевиктер. Например, сіз блогер бола алмайсыз. Сіз жаңағыдай әнші бола алмайсыз, танымал адам бола алмайсыз, но сетевик бола аласыз ғой. Сетевик любой адам жасай алады. Студент баладан қартайған кемпір шалға дейін жасай алады. Алдында мастерский зум болады, сол кезде 83 жастағы адам сахнада сөйлеп тұрды. Сонда 70 жасында келген екен, осы Коркапта 10 жыл жасағанда, и ана шал миллионер да, прикиньте, золотой мастер. И шетелде үйлер салып тастаған, бүткіл немересін шетелде оқытқан, анау бар ғой, сказкада 70 жастан кейін, и анау байып кеткен да.
неужели сондай бола алмайсыздар Қонысбай мырза деп бір кісіге тиісіп кеткен дейсің. Жоқ, шынымен да қыздар. Жұғысты болсын сізге де. Жасаңыздар қыздар. Қазір сетевойдың әлемі. Көрдіңіздер ме? Сосын осы видеоларыңызды қосып қойыңыздар, қыздар, көріп отырайын, иә. Демонстрация өшірдім, уже бәріңізді көріп отырмын мен, иә. Сосын қыздар, әп-әдемі түрлеріңіз бар екен ғой. Кәм бәрін жақырып отырсыңдар, маған өміріне көрінбей отырсыңдар. Рахмет, Бачекен ханым, әумин айтқаныңыз келсін, сіздер де звездный мастер болыңыздаршы, қыздар. Мен риза болатынмын да, әуелі Аллаға осындай сетевой әлемін жаратқан. Мүмкіндігі шектеусіз. Қыздар, мен бір қызық айтып берейін де. Менде бір мамочка бар да, енді ол естерім көбі білет, күйеуі тастап кеткен да, өзі жетім өскен, жаңағы әкесі алқаш болған, шешесі тастап кетті, сондай бір қиын семьяда өмірге келген, и өзі 4 баласы бар да, 4-еуі де мектепке бармайды. Мүмкіндігі шектеулі, оның мүмкіндігі жоқ, жұмыс жасай алатын, 4 баланы ешкім қарамайды, күйеуі тастап кеткен, құттай қуықтай ғана үйді сиыр сасып отырған үйді жалдап отыр, жаңағы үкіметтен 54 мың алады екен да. Сонда манадан қосылып отырсыз, Рита, жаңа Рита, мен саған айтқаным сол ғой, жатып алып Рита сияқты табыс табасыңдар деп. Иә, құрсын, Серікгүл ханым, мастер ашып алыңыз. Сонда ана маған соғып, сөйтіп, маған үйретіңізші деді да. Мен ұнап қалды да, үйрет деген. Неше Рита, менен басқа ешкім көрген жоқ сіз деймін. Сонда ана келіп осында табыс тауып отыр да. Қазір зарплатасы уже 450 мыңнан асып кетті. Кейбіреуіңіз танисыз, кейбіреуіңіз танымайсыз, оны айтпай ақ қояйын да оны. И сол ана айтады да, бұрын 54 мың ғана күн көріп отырса, қазір 300-400 мыңға күн көріп отыр. Күшті квартираға көшіп алып, балдарын бәрін садикке тықты, и үйде отыр, жұмыс жасап отыр. Міне, мүмкіндігі шектеулі анаға сетевой әлемі келе қойды. Үйде отырып, телефонның күшімен табыстап отыр. Қандай рахат, е? Және тағы бір мынандай случай бар да, бір Аида деген қыз болды. Екі кішкентай баласы бар, біреу 3-те, біреу 1-де. И күйеуі азарт деп болып, әбден мына әйелді қораға тығып кеткен ғой, кәдімгі бүткіл қарыздарын бәрін қызға іліп та. Сөйтіп, бұл бүткіл қарызға кіргеннен кейін барып, амал жоқ, Кореяға кетіп бара жатыр да, жұмыс жасайын деп Кореяға кетіп бара жатыр, билетін алып қойған. Сол билетін алып қойып, сосын бір күні рекламада мені көріп, менімен сөйлеседі, сосын мен айтамын да, сетевой компания маркетинг план түсіндіріп отырсам, шынымен сіз миллион алып отырсыз ба, сіздің командаңызда неше адам миллион алып отыр деп, мен айтамын, мына қыз миллион алып отыр, міне мына қыз миллион алып отыр, мына қыз 600 мың, мына қыз 700 мың сөйтіп алып отыр деп көрсетемін да. Сонда мен ақымақпын да дейді, сосын ары қарай маған да интересно, неге десем, мен Кореяға ұшып бара жатырмын дейді. Сонда дейді, бір комната жалдап алған, соған мамам ауру дейді. Ауру, шешеме 2 баланы тастап кетіп баратырмын. Екеуі 1 жаста, біреуі 3 жаста. Ертең шешем құлап қалса, 2 балам қараусыз қалады. Мен соны ойламай, мен Кореяға билет алдым. Кореяға қара жұмыс істеуге кетіп баратырмын, сонда миллион табуға. Жаным-ау, миллионды сіз мына Корокаптан таба аласыз ғой. Қаншама әйелдер бар деймін да, мысалы да. Мына жаңағы Тұрсын ханым, сіздің наставнигіңіз Амангүл ханым да, уже 1,2 миллион алып отыр қазір. Келгеніне 1 жыл болған жоқ әлі, де. Балшекен ханым, сіздің зағипаңыз тіпті 2 миллионның үстінде алады, де, мысалы машина алып жатыр. Вот сол сияқты деймін да, қыздар. Сонда ана Аида мүмкіндігі шектеулі да, ол мысалы шетелге асып кетсе болды, уже басқа амал жоқ, қиын да, ана бұлыңғыр да болашағы. Жаным-ау, сетевойда жасашы деймін да, біріншіден балашаң өзің қарайсың, отырып алып бір телефонмен жұмыс жасайсың, екіншіден өзің жаңағыдай дамисың, үшіншіден миллиондаған табыс табасың. Миллион демей ақ қойшы, бастапқыда 200 мың тапсаң да, 300 мың тапсаң да ол ақша ғой. Үйде отырған адамға кім береді деймін да? Кім береді? Ешкім бермейді. Мысалы, менде бар, жаңа командамда бриллиантовый директор, 3 баласы, 3-еуі де студент, күйеуі жұмыс жасамайды, жалғыз өзі семья асырап, 3 баласын оқытып отыр, еще жаңағы ауру мамасын бағып отыр да. Өзі жаңағы 60 мың теңге базарда тәпішкі сатып отырған кісі, қазір қандай керемет алады, 400 мың, 500 мың үстінде алады, Алла қаласа мастер ашқысы келіп отыр, осы неде мастер ашып, миллион доходқа жеткісі келіп отыр. Бірақ көп 1,5 жылдың үстінде уже жаңағы 300 мыңнан уже жаңағы 500 мың аралығында алып келе жатыр ол кісі. Соның Корклаптың ақшасымен 3 баласының оқуын төлеп отыр да. Рахмет, Тұрсын ханым.
Енді тағы бір случай бар да, қыздар, енді сіздер шок боласыңдар. Құдай кешірсін. Маған бір адам соқты. Әйел адам ба, ер адам ба айтпай ақ қояйын. Бір жұмыс жасап отырып, бухгалтерияда кассирға кіріп кеткен, содан бұны барып жауып тастайды. Қайда жауып тастағанын біліп отырсыңдар да. И сол адам маған соқты ғой. Мен мына жақта жұмыс жасап жүрмін дейді, бірақ физически жұмыс ауыр дейді. Анда 13 жастағы қыз бен 12 жастағы ұлым қараусыз қалды, ағайындардың үйінде өмір сүріп жатыр, мен соларға ақша жіберіп тұруым керек. Придется маған жұмыс жасауға, бірақ мына жұмыс ауыр дейді. Бірақ бұл ары кетсе 50 мың 60 мың табам дейді. Маған миллиондаған ақша керек. Жалпы сетевойдан опытым бар. Давай мен жасайыншы. Мен осындай күндер онлайн боламын дейді. Пожалуйста, жасап жатыр. Командасы өсіп қалды уже. Танысы базар жоқ, көп екен. Анау вообще мүмкіндігі шектеулі да, вообще қыздар, мен өзім шок болдым. Командама до такой степени ондай адам керек деп ойлаған жоқпын. Біліп отырған шығарсыздар қайда отырғанын, например. Вот соның өзі уже табыстап отыр да. Көрдіңдер ме, қыздар? Сол үшін қыздар, сіздер шүкірсіңдер ғой. Қолдарында телефон бар, уақыттары бар, интернет бар, инстаграм бар, от души рахаттанып, танысып, бір тойға кіріп бар да, жаңағы біздің командада апайлар бар да, бізге той қызық емес, телефон столдың астына кетіп рекламада келген адаммен сөйлесіп отырамыз дейді. Бізге заказ салдырған қызық дейді да. Яғни ол кісінің уже өзінің әлемі бар, керемет әлемі бар. Яғни табыс алып келеді, удовольствие алады, рахат алады, табыс алады. Қандай күшті деймін да. Сол үшін қыздар, қолда барды мүмкіндік пайдаланыңыз. Мысалы, сіз бір тойға кіріп барасыңдар да, Лиза ханым, 200 адам отырады, ана жерде бәріне столға отырып алып, билл орындайды, коллагенді алып тіркеп алшы. Сіз уже әп-сәтте мастер боласыз, рахат қой. Сол үшін қыздар, қолда бардың қадірін біліп жұмыс жасайық. Денсаулық барлық адамға керек, барлық адамға керек біздің денсаулығымыз және табыстауымыз. Қыздар, именно осы сетевой әлемінде жүрген кезде мен айтайын да, жаңағы сетевой әлемінде жүрген кезде көп адамнан сұрайтыным, енді миллион алып отқан көп қой, Аллаға шүкір, командамызда. Бұрынғы мен қазіргіні салыстырыңызшы, қазір қандай істесем, ең бірінші айтатыны, қазір тұлға болып қалыптастым. Қазір адамдар басқаша сыйлайды мені дейді. Көрдіңдер ме, қыздар? Яғни олардың уже окружениесі өзгерді. Адамдар уже басқаша сыйлап бастайды да, олардың да. Яғни бұл жерде сіздер осы Coral Club'та сетевой әлемінде жүрсеңдер, сіздер ең бірінші денсаулық аласыңдар, миллиондаған табыс аласыңдар, потолок жоқ, ол 10 миллион ба, ол 100 миллион ба, звездный мастерде 250 миллион табыс алып отырған адамдар бар екен да, ол жаңағы Европада да. Неужели бізде алмасқа, бізде аламыз. Сол үшін күнде жазып қойыңыздар аффирмация, ай сайын табысым 250 миллион теңге деп те. И сосын үшінші, сіздер автобонус аласыңдар. Бір емес, адам басына 6 автобонус, 6 неге жеміс бар, үй бар, сондай аласыздар. Төртіншіден, сіздер бұл жерде білім аласыңдар, заманауи білім. Бізде чаттарда неше түрлі үйретіп жатады да, инстаграмға қалай кіру, WhatsApp бизнес қалай қолдану, жеңіс ретімен қалай жазу, сайтқа қалай кіру, анау қалай, жаңағы сторис қалай, тиктокқа қалай, сол заманауи білім бәрін үйретіп жатады, дұрыс па? Вот сондай білім аласыңдар. И бесіншіден, қыздар, балаларыңыз керемет болашағы жатыр. Мысалы, біздің егіз мен кірмегем сетте ойым жоқ шығар, бірақ осы кәдімгі командамен жетістікке не дейді? Жетістікке жететіні күшті да дейді. Рита, просто сен әлі ана осознанно кіріспей жүрсің да. Осознанно кіріссең, күшті не қыласың бар ғой, Рита. Андай 24 сағатын 20 сағатын жұмыс жасайтын болсаң, да, Рита? 24 сағатын 20 сағатын жұмыс жасайтын болсаң, әп-сәтте мастер де ашасың, үйіңде де аласың, машинаңда да аласың, и балаларың болашағын да жасап тастайсың да, потом от души демаласың. Қазір тип қашып жүрсең, дым бермейді саған компания. Себебі қалай бар, солай да, мысалы, какой привет, такой ответ. Бас сал жұмыс жасасаң, компания үйіп төгіп береді.
типқаш жасасаң, компанияда саған типқаш қарайды да, типа сондай да. Сол үшін Рита, бұл жерде бірінші өзіңнен бастауың керек. Ешқандай сетевой кінәлі емес, ешқандай компания кінәлі емес. 4 күн обучением қалма Айслу, иә, бәрін үйретемін сендерге, бәрін айтамын. Сол себепті қыздар, 24 сағаттың 20 сағатын пайдалансаңдар, аймен 2 күн ұйықтамаған күніміз болды қыздар. Ұйықтамай түн бойы біздер осы компаниямен, осы командамен жұмыс жасап, зато қандай жетістікке жеттік. Қандай керемет, иә? Енді қараңыздар қыздар, мен айтайын дегенім, ана балалардың болашағы дейтін, менің егізім Айманның белурын сатуға машықтанып алдық, шопанның оқуына өтіп басқаша ойлауды бастадым. 40 мұғалім болып ойлай жасауға болмайды деген әрең шықтым. Молодец, керемет. Енді бар ғой қыздар, қараңыздар. Менің егізім алғашқы бөпесіне аяғы ауыр болып жүрген кезде, жаңа Айлиным ғой, жиенім. Сонда витамин алатын бізде ақша болған жоқ. Егізімде де, менде де витамин алайық десек, сол жаңағы біздің жиенім 1-ші классқа 2 миллионның мектебіне барады. Вы тоже хотите балаларыңыз 2 миллионның мектебіне барған? Ішінде вокалы бар, балеті бар, жаңағы несі бар, жаңағыдай ағылшыны бар, еще негр апайлар сабақ береді. Ағылшында, ағылшын адам, ол жа орысшада қазақша сөйлемейді, ағылшынша сөйлесек болды. Көрдіңдер ме? Жаңағы соленый тағы бірдеңе, в общем, 40 ана мектепке тіпті өзің барғың келеді, бар ғой, жасың бәлен 30-дан асып кетсе де, ана мектепте отырып өзің оқығың келеді 2 миллион мектебіне. Сол сияқты қыздар 2 миллион мектебіне балаларыңыз барған қалайсыздар ма? Вот көрдіңдер ме? Яғни бұл жерде балалардың болашағы жатыр да. Мына бүгін Ақерке деген қызыммен сөйлестім, видеозвонокпен, 3 қызы бар екен, иә. Мен айтамын да, жаным-ау деймін да, жаңағы 3 балаң әлі кішкентай, уақытым жоқ дейді да. Вот қазір уақыттың жоқтығы ертең үлкен жаңа кесір болады деймін да. Өйткені ертең қыздарың өсет, мама анау керек, мынау керек, мама мен оқығым келеді, жұрттар шетелге оқып жатқан, мен не оқымаймын, мама мен қымбат оқуға түскім келеді, бүйткім келеді, сөйткім келеді, әдемі үйде тұрғым келеді, мама анау қайда, мынау қайда. Уже сол кезде кеш болады да қыздар. Наоборот, қазір балдарыңыз кішкентай кезде болашағын жасап алсаңыздар, иә, Рита мана айтып отырмын ғой, жаңағы 24 сағат, 20 сағат пайдалансаң, ертең сенен асқан бос адам болмайды. Например, қыздарым миллиондар түсіп жатыр. Айман екеуміз тіпті білгеніміз істейміз. Біресе Ақтауда жүрем, ұшып, біресе Атырауда жүрем. Тұрсын ханымдар біледі де, мысалы, сторисімді үзбей қарайды. Бір қарасам Атырауда жүрем, бір қарасам Ақтауда. Өйткені уақыт көп. Әбден андай есіріп кеткенмін да, уақыттың көптілігі. Өйткені ақша өзімен сөйлесіп тұрады. Арасында өстіп 1 сағат, 2 сағат зум өткізем, болды. Басқа уақыттар боспын. Өйткені командам өзімен жұмыс жасап жатыр. Бірақ до этого мы пахали, жатпай тұрмай пахать еттік қыздар. Ертең сіздер де жатпай тұрмай жұмыс жасайтын болсаңыздар, ертең рахатын көресіңдер. Ертең сіздерде де свободный график пайда болады қыздар. Көрдіңіздер ме? Енді айтайын дегенім, мына біріншісі жаңағы денсаулық, екіншісі миллиондағы табыс, недвижимость, автобонус, сосын заманауи білім, балалардың болашағы дедім ғой. Одан кейін сіз тұлға болып қалыптасасыз. Даже қыздар, қазір таңда менің өзімнің класстастарым кейбіреулер сіз деп сөйлейді ғой маған, не құрсын қуасың ба, сіз не істейін. Мен Айман екеуміз сол баяғы қарапайым күйімдеміз, бірақ адамдардың көзқарасы өзгеріп, бізге уже жаңағыдай сыйлап бастады да, басқаша көзбен қарап. Кейбіреулер айтады, тіпті сіз ана Қайрат Нұртас сияқтысыздар да, жаңа видео сториске не салсаңыздар да күшті жасап дейді да, уже жұрттардың көзқарасы қалай өзгеріп кеткен деймін да, қыздар. Көрдіңіздер ме? Яғни тұлға болып қалыптасасыздар да бұл жерде. Керемет мотивация бердіңіз, қуаныштымын да. Сонда тұлға болып қалыптасасыңдар. Мысалы, менің командамда Мадина деген қыз болды, Шымкенттікі. Енді Шымкентте білесіз ғой, келінге құлдай қарайтын да. Сонда ана келінді әбден езіп жұмсап тастаған ғой. Ана бейшара келіншек жаңағы ой, мақсатқа қарамай жасай бер, Айгүл. Тек азаппен жасай бер, бар ғой, азаппен, яғни болды, мен миллион тауып қысқа шығамын дейші, қалай жеткенін білмей қаласың. Мына сетевойға келген кезде азап пайда болды. Бұның алдында Фибрик компаниясында жасадым, тіркелдім, и біреу маркетинг планын жіберіп тастады да, бүйтіп маркетинг чатқа жіберіп тастады.
ана миллиондаған ақшаларды көп ал енді ұйықтай алмай түнімен елестетіп жатырмын да, ана банкоматқа барып миллиондарды алып жатқан, ана визуализация деген слово болып тұр ғой ол кезде, қайда 2019 визуализацияның не екенін білмеймін. Недавно шықты ғой визуализация, мотивация, тағы басқа жаңағыдай ана миға сигнал беру, дұрыс ойлау, мышление деген сөздер жақында шықты. Бұрын 2019-да жоқ еді, осыдан 4 жыл 5 жыл бұрын. И сондай визуализацияны жасаған болып тұрмын ғой, оны өзім білмеймін ба, ана снимать етіп жатқан, и соған тез жете қойдым да. Менде тек бір азарт тұрды, болды, құнығып жасадым да. Сол сияқты қыздар сіздер құнығып жасауларыңыз керек та, азарт болу керек. Көрдіңдер ме? Сонда мен жаңағы менде бір сұрақ, подружкам шетелге менен детокс алып кеткісі келіп отыр, өзіме тіркеп алсам, ол өз еліне. Конечно, Рита, 118 мемлекетте компаниямыз бар біздің, 118. Ау, Элеонора? Лондон тіпті жақсы, Лондоннан целый мастер шығарып алшы, Рита. Вообще күшті болады. Сосын, мана Мадина деген қызды айтып отырмын ғой, Мадина былай да, енді менде история өте көп айта беремін да, ана біреудің артынан жамандап, жақсы болсын деп айтып жатқан жоқпын, просто андай салыстырмалы түрде айтамын да, біліп жүрсін деп. И сол Мадина өзінің 2 інісі бар екен да, студент, мамасы бар екен, жаңағы кішкентай да інілері, солар колледжде оқиды екен. Өзі бір үйде келін, оны тіпті күйеуі де ұрып соғады, енесі де ұрып соғады да. Енем ұрды деп жылап бір видеозвонокта сөйлескенде шошып кеттім. Құрсын адам енесі, күйеуі ұрса жақсы, енесі қалай ұрады деп. Сонда бір күні жаңа тығылып жұмыс жасамай ма, ана бейшара келіншек тығылып жұмыс жасайды, күйеуіне айтпайды, ана мал қораға барып ешкі сауып жатып жұмыс жасайды, туалетке барып адам тіркеп жатады, мусор төгіп келемін деп сөйтіп тығылып жасайды, көрсетіп жасайын десе күйеуі ұрып соғып тастайды да, жасама деп. Бұған ақша керек. Сөйтіп бұл не істейді, жаңағы быстрый старт деген болды, Фейберлікте быстрый старт. Сөйтіп двойной премия алды, сөйтіп двойной премия алып 630 мың бонус алады, еще жаңағы 150 мың өзінің зарплатасы бар. Сонда 630 мың 150 мың үйіне көрсетпей ме, ана жартысын тығып қалады да, 2 інісінің оқуын төлеп береді, мамасына ақша береді кішкене, и қалған 300 мың үйіне көрсетпей ме. Енесі де күйеуі де уже өзгеріп кеткен ғой. Мадина, отыр, жұмысын жаса, жұмыс. Мама, енесі жүрді, өзім тамақ пісіремін, сен отырып жұмысын жаса. Қыздар, көрдіңдер ме? Тұлға болу деген осы екен да. Ана Мадина уже болды, баяғы Мадина емес. Ақша келіп отыр уже сыйлы үйіне да. Қандай керемет деймін да. Ақша келмесең, арам тамақ жатып ішер деген атқа қалады да. Любой келіннің басынан өтіп отыр, білемін да, ашшындық өтірік емес. Сол үшін келін бола тұра табыс алып келсе, ол керемет та, тұлға, уже тұлға. Мойындайсыңдар ғой да. Сол сияқты қыздар, 6-шы сіздер тұлға болып қалыптасасыңдар. 7-ші, анағыдай сіздің кереметтей ортаңыз болады. Тұрсын ханым, қазір ортаңыз өзіңізге ұнай ма? Элеонора, өзіңізге ұнай ма қазіргі ортаңыз? Чем бұрынғы ортаңызбен салыстырғанда қазір ортаңыз қандай? Элеонора ханым, Тұрсын ханым, қатып қалған жоқпын ба? Естіліп тұр. Мысалы, бұрынғы ортаңыз бен қазіргі ортаңыз қандай, например? Мен айтсам бола ма, Шолпан ханым? Видеомды қосқым келіп тұрған жоқ, бірақ. Айта бер. Мен бұрын алғашқы декретте до конца отырған жоқпын. Жұмысқа шығу керек болды, ақша керек болды, жұмысқа шығып кеттім да. Қазір, мысалы, уже жұмысқа шығатын уақытым жақындап қалды, 2 айдан кейін жұмысқа шығуым керек ше. Бірақ шыққым келмейді, уже бар ғой. Әбден аяқта жұмыс істеп, мына жақтың ақшасына үйреніп, үйде жатып, балаларға қарап отырғанға үйреніп қалдым уже. Керемет та. Енді жұмысқа білмеймін, бір тартпайды, барғым келмейді. Ана орта ғой енді былайша келгенде. Так что сондай ғой, в общем. Қыздар, мына сетевойдың ортасы да, Жансая дұрыс айтады, сетевойдың ортасы всегда сізге жақсылық тілеп отырады да, жақсы айтады да, жаңағыдай мастер болыңыз, миллионер болыңыз, жаңа Элеонора ханым, сіз қандай күштісіз да деп, ортасы күшті болады да. Иә? Всегда тек жақсы сөздер, мақтау сөздер айтады, мотивация айтады, андай, мысалы, мына Айнаш ханым, сіздің наставниктеріңіз, Айнаш ханым, молодец, давай мастер болыңыз, қолыңыздан келеді, миллионерсіз, қандай күшті деп, всегда андай күшті, жақсы сөздер айтады да, жақсы орта пайда болады да.
жақсы ортада өзі сіз жақсы жағына өзгересіз, негатив ойламайсыз бұрынғыдай, андай не жаңағыдай андай не қылмайсыз да жаңағыдай тек андай үнемі жақсы настроение, ана жақсылықтар ойлайсыз, мастер болсам екен, миллион доходқа шықсам екен, шетел араласам екен, тек алға қарай ұмтыла бересіз да, қандай керемет та. Сол сияқты қыздар, сіздерде жақсы орта пайда болады, өте жақсы орта пайда болады. Сегізінші манаға айтқан свободный график, бос уақыттарыңыз, қыздар, бос уақыт болады сіздерде. Бос уақыттарыңыз көп болады. 8 сағат бойы офисте байланбайсыз. Мысалы, жаңағы тойда отырсаңыз да жұмысыңыз өзіңізбен бірге, шетелге барсаңыз да өзіңізбен бірге, сондай керемет те. Свободный график деп соны айтады. Бірінші сіз бизнесіңізді құрып алыңызшы. Қазір свободный график деуге ерте, қазір Шолпан ханым айтты свободный график деп демалып жатып алмаңыздар, диванға барып пульт ұстап қалауымға қосылайық қарап ма қыздар, әлі ерте сендерге. Когда миллион доход түсіп жатыр, бірінші, екінші, үшінші машинаңызды алып, жаңағы көп командаңыз құрып тастайсыз, сол кезде демаласыздар қыздар, ма? Қазір жатпай тұрмай жұмыс жасайық. Хорошо. Қыздар, 9-шы путешествие, шетелге шығасыңдар. Путешествие. Яғни, жазыңыздаршы, кім шетелде бұрын болған жоқ, басқа елде жұмыс жасауға болады. Әгерге переводчик бар ғой, мен солай аударып алып сөйлесем. Молодец, Айгүл ханым, керемет. Қыздар, кім бұрын әлі шетелге шығып көрмеді? Кім әлі саяхаттап көрмеді? Жазыңыздаршы. Қыздар, шетел — это рай. Ой, көбің шығып қалыпсыңдар, кеттік қыздар, келесі октябрь ЦЦ-дан қалмаңыздар. Қазір бастан регистрация жасап қойыңыздар, ма? Қыздар, путешествие — это рай. Ана, шетелді көргеннен кейін, ойбай, басқа да әлемдерді көріп үлгерейінші, тағы да андай ұзақ өмір сүрейінші деген ойлар келеді да. Мынаны бұрыннан бері неге мен көрмедім деген қызық та қыздар. Өйткені мен басынан өтті, мен білемін да. Ана алғаш біздер жаңағы Турцияға бардық. Турцияға барған кезде Айман екеуміз келдік қой, жаңа 5 жыл самолеттен алғаш рет самолетке отырып жатырмыз екеуміз, мынандай не андай ағаю, бізде аққаю ғой, ағаю дейді да, ана екі ағаю жүреді ғой, бүйтіп сондай да. Айман екеуміз там көрмегенбіз ғой, енді бұрын самолетке отырып көрмегенбіз. Мә, бұлтты қара, мә, ананы қара деп, ана самолетте тамақ берсе соны мәз болып жеп кәдімгідей, андай қызық кездер еді да. Сонда біздер жаңа Турцияға бардық, самолеттен түстік. Ана аэропорт деген, ана маған как будто целый Қазақстан болып көрінді. Ана аэропорттың үлкендігі сонша Қазақстан территориясы сияқты болып көрінді да. Айманға айтып қоямын, Айман, қарашы, ана аэропорт сондай, андай үлкен аэропортты бірінші рет көріп тұрмын, если честно бар ғой. Содан кейін біздер жаңа 5 жұлдызды қонақ үйге бардық. 5 жұлдызды қонақ үйге бардық да. Мә, енді ана айтып жеткізе алмаймын да. Әлі күнге есімде андай кішкентай машиналар болады екен да, гидроцикл сияқты. И сенің андай нелер, жаңағы нелер, андай нелер, 5 жұлдызды қонақ үйдегілер ақ перчатка киіп алады, басында күшті жаңағы солдаттың несі сияқты әдемі қызыл шапкалері бар. Сондай жаңағы қызметкерлер күтіп алады да, сен сумкаңды көтереді, ана машинаға салады да, сосын ана заводың есігінің алдынан үлкен 5 жұлдызды қонақ үй. Сонда бір жаңағы не ғой, 5 жұлдызды қонақ үй. Сол ана заводынан неге дейін машинамен әкелген кезде, ана аралап әкелген кезде, ана самсап тұрған жаңағы апельсин бақ, гранат бағы, пальмалар, ана жерде Айман екеуміз білмеймін, бір тіпті ана райға тап болғандай болдық, айтып жеткізе алмаймын. Ана все-таки алғашқы всегда есімде қалады дейді. Одан кейін қанша шетелге бардым, бірақ все-таки алғашқысы әлі есімде да. Одан кейін Қытайға да бардым, Кореяға да бардым, одан кейін жаңағы Москваға да барып жатырық. Әйтеуір неше түрлі жаңағы Анталияның бүткіл 5 жұлдызды қонақ үйін бәрін көріп тастаған болармыз. Сонда деймін да, бірақ анаған бірінші барғаным есімде да. Сонда деймін да, андай қарап бара жатырмыз да, алдымызда 5 жұлдызды қонақ үй, мына жақта пальмалар, ана жақта теңіз, пляж, бассейндер, бассейндер енді әдемі ғой, неше түрлі мүсінмен жасалған. Сонда деймін да, Айманға айтамын ғой, мына жерде де жұмақ бар екен ғой деп бар ғой. Сонда қыздар көрдіңдер ма? Шетел — это вообще сізді өзгертіп жібереді. Шетел деген бүткіл кітаптың білімін береді. Сол үшін қыздар, алға цел қойыңыздар. Мен қыздар, бізде ЗДЗ деген бар, ЗДЗ платный, пускай платный, соңғы ақшаңыз кеп кетсе де барыңыз, шетелді көріңіз. Екіншіден,
ол сізге қаншама білім береді, эмоция қалдырады, жаңағы сіздің мышлениеңіз өзгеріп кетеді, сіз уже шексіз ойлап бастайсыз да. Ал сол кеткен жаңағы 600-700 мың теңге сізге бәле несие миллион болып қайтып келеді. Сол үшін қыздар зы деді ма, бірінші регистрация жасап тастаңыздар. Жеке өзіңізден аяйсыз ба? Қара басыңыздан аяйсыз ба? Мана кеше бір қызыммен сөйлестім да, бүгін де бір қызыммен сөйлестім. Сен жаңа табысың не істедің деймін, алған зарплатыңды. Бала шағама өйтін бүйтін мен айтамын да. Жаным ау, алғашқы зарплатымды бүгін Ақеркеге де айттым. Алғашқы зарплатыңа кофейняға бар, латте, ең легкий латте аласың, қасына өте тәтті зат аласың, андай күшті десерт, күшті осы неше түрі бар, круассан, фисташка деген, соны аласың да наслаждайся. Сонда кеше бір қызым жылап жіберді, до такой степени соны да қимайды екен ғой дейді. Ақерке ханым да бүгін айтады, мен соны да өзіме қимаппын ғой дейді, бала шаға деп жүре беріппін ғой дейді. Вот көрдіңдер ме қыздар, адам бірінші өзін ойлау керек та. Егер өзің бақытты болсаң, бала да, бай да, мама да, папа да бақытты да. Бірінші өзіңізді ойлап үйреніңіздер. Алғашқы зарплатарыңызға жалғыз өзің ешкімге еппе, жалғыз өзің кофейняға барып үйреніңдер. Кофейняға барасың, күшті жаңағы кофе или чай аласың, апельсин чай, жаңағы ягоды чай, қасына сладосты аласың, сосын сол жерге ана фотоға түс кофе ішіп жатқан сториске сал, сенің контентің уже ол, сізді жұрттар көріп жүр, мына Балшекен ханым керемет жерде отыр ғой, немен айналысып жатыр, корлкаппен айналысып жатыр, мен де тірке деп уже адамдар өзгеріп бастайды да. И сосын жаңағы кофейняның қасында, ана кофенің қасында қорылмайын суыңды қойып қой, фотоға түсір, жаңағы ішіп жүрген витаминдерін қойып қой, фотоға түсір. Вот контент деген осы. Өзімізге қиманы өзіміз тежей береміз екен ғой. Ақерке дұрыс айтасың жаным. Сол үшін өзгертіңіздер, ана өздеріңізден аямаңыздар. Жаңағы ең бұл жерде айтылған, жаңағы зды-дан аямаңыздар деген сөзден шықты ғой. Зды-дан аямаңыздар, басыңыздар, шетелді көріңіздер. Яғни сонда 9-шы бізге путешествие береді екен да, көрдіңіздер ме? Сонда бұл компаниядан біздің алатынымыз өте көп екен, 10-шы қыздар, не зат екенін айтайын ба? 10-шы, кім біледі, 10-шы не деп ойлайсыңдар қыздар, сіздерге сұрақ қояйыншы, кішкене сіздермен де әңгіме айтайын. 10-шы не деп ойлайсыңдар? 10, яғни осы компанияда біз 10 зат аламыз да, 10 зат алады екенбіз да. Себебі осы кезге дейінгі өткен тәжірибемнен жинаған түйінімді, действительно біз 10 зат аламыз. Манағы 9-ын айттым, 10-шы не зат? Айта қойыңыздар. Или микрофон қосып айта беріңіздер, жазып отырғанымыз келмесе микрофон қосып айтамыз, сосын эфирімізді аяқтаймыз, уже эфир аяқталуға аз қалды. Ертең күшті эфир болады, тағы да кіріңіздер, Алла қаласа. Признание. Признание. Признание, ага, хорошо. Тағы. Окружение. Оны айттым. Оны айттыңыз. Признание де айттым, анаға. Бонусты айтып қойдыңыз, бонус. Бонусты айттым. Признание. Тағы. Удовлетворение. Мастерский каникул. Путешествие айтылды. Удовлетворение аламыз. Ол дұрыс. Ол жаңағы, тұлға болып қалыптасу ғой, оның бәрі соған кіреді. Тағы, айта беріңіздер, Айнаш ханым. Удовольствие, удовлетворение, бонус, недвижимость. Балшекен ханым, бірдеме айтқыңыз келеді ме? Айта беріңіздер. Қыздар, микрофон қосып айта беріңіздер. 10-шы не? Айта беріңіздер. Денім сау болады біріншіден. Оны айттым, ең бірінші денсаулық береді деп айттым. Быть счастливой. Сезім, жан дүниенің өзгеруі, ол мана Серікгүл ханым жаңағы айттым, тұлға болып қалыптасамыз деп. Мышление кетті. Күнсұлу ханым, айта беріңіз. Айта беріңіздер. Шектеусіз миллиондаған ақша, оны айттым, екіншісінде біз миллиондаған ақша аламыз, үшінші недвижимость автобонус аламыз деп айттым. Айта беріңіздер. Единомышленник. Ол заманауи білім манаға айтылды. Аққайы Айман өтекен, Айман білесің бе? Айман тығыз жүрген дейсің отаға. Айта беріңіздер, қыздар, ойларыңыз айтып тұр. Ақтықты ханым. Қайсың, Шолпан?
өзіңді бақытты сезіну шексіз. Иә, дұрыс айтасың. Аха, ол да бар. Яғни жаңа тұлға болып қалыптасуға командаңыз табыс табады. Аха. Аха. Тағы қыздар. 10-шы. Ештеңке қалдырмадыңыз ғой Шолпан ханым? Бірдеме қалып қойды Жансая. Мастерский каникулды айттыңыз ба? Оны айттым, путешествие деп, мана 9-шы путешествие, ЗТЗ, мастерский каникул бәрі кіреді. Шолпан ханым, мен білем бір нәрсе. Айтау. Сіздер кресломен не бересіздер ғой? Не еді? Ноутбук. Сыйлықтар ма? Сол сыйлықтар это чепуха дейсің да, Шолпан? Иә, ол ерунда, иә. Құрсын жұртта уже біздің Айманда бриллиант атып жатыр ма бірдеме, ойбай, құрсын. Олар ойнап қалды уже. Қыздар жақсы, 10-шыны өзім айтайын, иә, қыздар. 10-шы. Серкүл ханым, дұрыс міне. Айналаңда адамдарға көмектесесің да. Дәл айтты Серкүл ханым, ойымды оқып алдыңыз ғой. Айналаңызда адамдарға көмектесесіздер. Ең керемет осы да, қыздар. Мамаңызға, папаңызға, іні, аға, тағы басқа қызыңызға, немереңізге андай көмектесесіз да, ақша жағынан, или жаңағы нағаш сенде ақша бар екен біліп тұрады да, нағашылар келіп көмек сұрайды, біздер операцияға барады деп қиналмай көмектесіп жүресің да, давай деп. Уже көп адамдарға жақсылық жасап бастайсың. Өзіңде жоқ болса қайдан жасайсың, көрсең өзің жеткізе алмайды. Бар болса, уже жақсылық үстіне жақсылық жасай бергің келеді. Анар ханым, көрдіңіздер ме қыздар? Яғни 10-шы, яғни қарапайым сөзбен айтқанда қайырымдылықпен айналысады екенсіздер да. Мысалы, менің мамамды айтайын. Мамам енді 2 миллионер қызы бар, тойға барғанда бір тойда көйлекті екінші тойға кимейді ол. Мен түсінбейді уже. Вот сол сияқты болу керек та сіздің ата-аналарыңызда или бала шағаңызда, вот сондай да. Жақындарыңызға көмектесе аласыздар да, көрдіңіздер ме? Вот тойға бұрын жаңа барған кезде андай кәкір шүкір 5.000 теңге ұстап бармайды, нормально ақша ұстап барады. Вот сондай да уже. Сол сияқты айналаңызда адамдарға жақсылық көмектесе аласыздар да, қыздар. Вот. Сонда қыздар, бүгінгі біздің эфиріміз бітті. Алла қаласа ертең екінші эфир, ол кезде ойбай, вообще молшылықты көресіңдер. Ертең бүгін мастерге дейінгі маркетинг планды айттық қой, ертең мастерден кейінгі, сегодня мастерге дейінгі маркетинг планды айтамыз. Ол қиын емес, жаңағы мастер мен звездный мастердің арасында жүрген қазақ қыздар өте көп. Оның жасаған сіздер де жасай аласыздар. Алла қаласа ертеңгі эфирден қалмаңыздар. Сізді бірінші рет көруім керемет Жанекес. Рахмет, Айсұлу ханым, кімнің командасынасыз? Мен сіздердің наставниктеріңіз болам, вышестоящий. Сосын Аққайы Айман сіздердің наставниктеріңіз. Ертеңгі эфирден қалмаңыздар, қыздар. Мен 4 күн марафоным. 4 күн марафон, бірінші күн маркетинг план болса, екінші күні бізде жаңағыдай не туралы. Фариза, сіз кімнің командасынасыз? Көп қыздар менде танымайды екен, бұрын көп танитын едім. Осы айтып тұрмын, команда үлкен, глубина өсіп кеткен, көбін танымаймыз уже не. Бірақ әйтеуір осындай эфир зумдарда көрсетіп тұрсақ. Фариза менің командам деймін ба? Ақтоты сенің командаң, керемет. Яғни қыздар, бүгін маркетинг план туралы болды. Ертең уже жаңаға бонус привилегия и мастерден бастап звездный мастерге дейінгі маркетинг план болады. Ары қарай, Алла қаласа, бізде лидер шығару командамен жұмыс туралы болады. Сосын жаңағы таргет реклама, в общем 4 күн сіздермен біргемін, ема? Хорошо? Рахмет, Шолпан ханым. Жарайды қыздар, сау болыңыздар, запись сақталды. Ағайын тума чатына жіберіңіздер. Пока всем. Эфирді қайт тамашалап көрсеңіздер болады. Ютубқа жүктеп қоямын. Эфирден қалмаңыздар. Ертеңгі эфирде кездескенше. Пока всем. Керемет пікірлеріңізді чатта күтемін. Атамызға сәлем айт, Айман, Шолпан. Анар ханым, сіз екенсіз ғой. Нағашым ғой, қалайсыз? Шүкір күшті. Қалайсыз? Көріп, естіп, қызығып, Алла бұйыртса бізде жете осы. Аумин, айтқаныңыз келсін. Аумин.
Не, Алла разы болсын деп жазып жатыр да қыздар. Бұрын Алла разы болсын дегенді жылына бір рет, екі рет естісек, Құдайдың құтты күнін естиміз да, қуанамын да, шынымен Алла разы болып жатыр ма екен деп. Сол сияқты сіздің де командаңызда адамдар табыс тапса, сізге де айтады, Анар ханым, Алла разы болсын, Қонысбай мырза, Алла разы болсын, сіздің арқаңызда белорын ішіп, аяққа тұрдым, коллаген ішіп, жасарып жатырмын, детокс ішіп, организм тазаладым. Риза ханым, сізге рахмет, мен директор болдым сіздің арқаңызда, Алла разы болсын. Міне, сізге көп адамдардың алғысы уже жетіп бастайды да. Сол үшін сіздер тура осы дұрыс жолда жүрсіңдер, қыздар, ең керемет жолда жүрсіңдер. Хорошо? Ең керемет сектада жүрсіңдер деймін ба? Ойнап. Ладно, қыздар, сау болыңыздар. Жарайды. Керемет. Сау болыңыздар. Керемет, Айсұлу ханым, мен де танысқаныма қуаныштымын. Сау болыңыздар, эфир сақталады.